Сәлем балалар, бүгін 71-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығу, өлеңді мәнерлеп оқы. Нұр-Сұлтан мен Алматы. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі. Нұр-Сұлтан мен Алматы еліміздің тіреуі. Екеуі жер жаннаты, екеуі елдің қанаты. Егіз туған баладай Нұр-Сұлтан мен Алматы. Жер жаннаты ең көрікті, жанға жайлы жер. Бірінші тапсырма, өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары туралы айтылған. Өлеңде аталған қалалар туралы не білетініңді айт. Бірінші қала Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтан қазір Астана қаласы, Қазақстанның астанасы. Қазақстандағы ең үлкен ту Астана қаласында орналасқан. Және де Астана қаласында Орта Азиядағы ең үлкен мешіт бар. Және танымал көптеген ғимараттарымен танымал қала. Екінші қала Алматы. Алматы Қазақстанның ең ірі мегаполисі және ең үлкен Қазақстанның қаласы. Екінші жаттығу, сөйлемдерді оқып, жер-су аттарын теріп жаз. Жәнібек Нұр-Сұлтанда тұрады. Нұр-Сұлтан қаласы Есіл өзенінің бойында орналасқан. Ол демалыста Атырауға барды. Жайық өзені қаланы екіге бөліп тұр. Адамдар өзеннен көпір арқылы өтеді. Бұл жерде жер-су аттары: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл өзені, Атырау қаласы, Жайық өзені. Тапсырма: жер-су аттарының қалай жазылғанын айт. Жер-су аттары бас әріппен жазылып тұр. Үшінші жаттығу, берілген сөздердің ішінен қала аттарын теріп жаз. Тараз, Семей, Қарағанды, Ақтау. Тапсырма: олар неліктен бас әріппен жазылған? Жер-су аттары, қала аттары бас әріппен жазылады. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.